Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгінгі сабақта мынандай сұрақты қарайық. 500 теңгеден бастап ақша жинайтын болсақ, онда 11 айда қалай миллионер болуға болады? Яғни миллион жинауға болады деген сұрақ. Сізде 500 теңгеден бастауыңыз керек. 500 теңге болу керек. Бұл қалай? Енді есеп қисапты Excel'де жүргізейік. Міне, Excel'ді ашайық. Бірінші жолды біз айлар дейік. Екінші жолды сомасы деп. Қанша ақша жинайсыз? Сол. Бірінші бірінші ай, екінші ай деп болса кете береді. Біз айттық 500 теңгеден жинаймыз деп. Басында 500 теңге. Айлар сомасы теңгемен. 11 ай. 11 ай болу керек. Міне 11 ай. Енді алгоритм мынандай. Бірінші айда біз 500 теңге саламыз. Екінші айда бұны 2 еселейміз. Яғни 500-ді 2-ге көбейтеміз. 1000. Екінші айда енді осы 1000 теңгені тағы еселейміз. 2000. Сөйтіп әр ай сайын алдындағы айдағы ақшаны 2 еселеп отырамыз. Келесі айда 2000 теңге саламыз. Міне. Осылай, осы алгоритммен жұмыс істеп отыратын болсаңыздар, енді міне 11-ші айда қанша ақша жиналады екен көрейік. Міне 10-ші айда 256 мың салуыңыз керек. 11-ші айда 512 мың салуыңыз керек. Енді барлығын есептейтін болсақ, мына жерге осы қосындыны есептейік. Қанша? Мына числовой разделить деп. Міне 1,23,500 теңге жинайды екенсіздер. Бұл әдістің бір кереметі 500 теңгеден бастайсыз. Әрбір ай сайын тек еселеп отырасыз. Алдындағы айда салған сомаңызды 11 айда миллионер болып шығасыз. Әр ай сайын сізге ойлану керек. Алдындағы айдағы сіздің табысыңызды қалай 2 еселеп отыру керек. Мына жинап отырған ақша ол өзіңіздікі ғой. Бұл әдіс көбінесе ұқыпты адамдарға, өзінің табысын молайта алатын адамдарға өте жақсы көмектеседі. Жақсы, миллионер болыңыздар барлықтарыңыз. Сау болыңыздар.